Саламатсыздар ма, құрметті видео дәріс тыңдаушылар және студенттер. Сіздерге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының философия докторы, PhD Мамытбаева Жанат Әбдімановна. Бүгінгі бізде мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық даму пәнінің жалпы 5-ші дәрісі. Дәрістің тақырыбы жас физиологиясының жас және жалпы теориялық негіздері. Қарастырылатын негізгі мәселеміз бұл жерде есту және көру органдарының физиологиялық ерекшеліктеріне тоқталамыз. Сондай-ақ мектеп жасындағы балалардың көру кемшілігін болдырмау шаралары, сондай-ақ отбасындағы есту бұзылыстар бар ерте жастағы балаларға көмек көрсетудің ерекшеліктері болмақ. Келесі слайдта көрсетілгенде жалпы көру талдағышы. Бұл адам мен жануарлар үшін аса маңызды сезім мүшелерінің бірі. Ол барлық сезім мүшелерінен миға келетін мәліметтің 90%-ын жеткізіп отырады. Көзге көрінген заттардың кескіні торлық қабыққа түсіп, ондағы қабылдағыштарды қоздырады. Қозу толқындары бұл ми қыртысындағы көру талдағышының жоғарғы бөлігіне жеткізіп талданады. Көру талдағышының анықтайтын, яғни көру талдағышына анықтама беретін болсақ, бұл жерде көру талдағышы немесе көру анализаторлар дейміз. Яғни висіз, грек тілінен аударғанда анализис, яғни талдау, латын тілінен аударғанда виза, көру деген мағынаны береді. Жарық пен түсті ажыратуға бейімделген талдағыш деп атасақ болады. Көру талдағышы бұл көру рецепторларынан, көз алмасы, өткізгіш жолынан, бұл жерде көру жүйкесі және мидағы орталықтардан тұрады. Жарықты қабылдайтын рецепторлар сезімтал, фоторецепторлар, нейроциттер және де дендриттер көз алмасының ішкі торлы қабығында орналасқан. Анализаторлар туралы жалпы түсінік берсек, бұл жерде сыртқы және ішкі орталықтардың әсерінен қабылдап, талдап, талқылайды. Олардың жағдайлары туралы сезім тудыратын мүшелер жүйесін анализаторлар немесе анализатор дейді. Бұл организмде 7 түрлі жалпы анализатор бар. Бұл жерде көру, есту, иіс сезу, тері, қозғалыс, дәм және де ішкі мүшелерге қатысты. Бұл жерде ішкі мүшелерге байланысты жүйе болмақ. Келесі слайдта көрсетілгендей, жалпы есту және көру органдарының физиологиялық ерекшеліктері. Көру анализаторының құрылысы, бұл жерде көру анализаторының сезгіш бөлімі, бұл көз алмасында орналасқан. Оларға торлы қабаттағы таяқша және сауытша пішінді фоторецепторлар жатады. Ал өткізгіш бөлігіне жалпы көру жүйесі жатады. Бұл жерде көру анализаторының қыртыс бөліміне ми қыртысының жалпы желке тұсында орналасқан оң және сол жақ көру орталықтары жатады. Ал құрылысы бойынша бұл көру анализаторының сезгіш бөлімін 3 топтағы мүшелерге бөлуге болады. Көздің қосымша құрылымдары бұл жерде жарық өткізгіш және жарық сындырғыш құрылымдары және де жарық қабылдағыш құрылымдар болып бөлінеді. Ал жаңа туған нәрестенің қарашығы өте жіңішке. Диаметрі 1,5 мм ғана болып келеді. Екі көзінің қарашығы тек қана 1 айға толғанда сәйкестеліп, қарашық рефлекстері пайда бола бастайды. Ал 3 пен 6 жаста көзінің қарашығының диаметрі ересек адамның қарашығымен теңестіріледі. Ал мектеп жасындағы балаларда көру кемшілігін болдырмау шаралары, бұл жерде балаларда ең жиі кездесетін көру кемшілігі бұл жақыннан көру қабілеті. Белгілі ғалым
Уткин мен Авестисонстың жалпы зерттеулерін қарайтын болсақ, бұл жерде мектеп жасына дейінгі балалардың 1 және 2% бұл 7-10 жаста 4-5%-ға жақыннан көру қабілеті байқалған. Ал Сеченовтың зерттеуі бойынша көзге күш көбірек түсетін бұл мектептерде деп атап көрсеткен. Ал енді бұл шектеулер балалардың 25%-ында байқалған. Ата-аналар мен сәбилер бүлдіршіндердің жалпы және сөйлеу тілінің даму заңдылықтарымен танысып, есту қабілеті нашар және де естімейтін баланың дамуы үшін өмірдің 1 немесе 2 жылдарының маңызы зор. Өйткені бұл жерде осы кезеңде қарым-қатынастың маңызды, яғни формалары қалыптаса бастайды. Объективті әлем туралы біледі, сөйлеуді түсіндіреді, оның жаңағы ырғақты интонациялық, дыбыстық жағын қалыптастыру. Бұл жерде дамудың осы компоненттерінің қалыптасуы үшін 3 жастан кейін үлкен қиындықтармен немесе ұзақ уақыт аралығында жүріп отырады. Келесі слайдта көрсетілгенде көрудің бұзылуының алғашқы белгілері. Бұл көру қабілетінің бұзылуының себептері көздің қызаруы. Бұл жерде көру өткірлігінің төмендеуі болуы мүмкін. Заттарды елестету, көз ұялары мен маңдай аймағындағы ауырсынулар, көрудің жалпы нашарлауының алғашқы белгілері. Ал одан кейін бұл жерде жалпы тәуекел ететін факторлар да бар. Үй құрылымының жанында жаңағы ұзақ уақыт бойы болуында бұл жерде компьютер, планшет, телефон, теледидарларды көп қолдану барысында. Ал демалыста көру аппаратының шамадан тыс, яғни кернеуі, сабақтардың көп саны, күнделікті режимді сақтамау, бұл жерде белсенді іс-шаралар немесе демалыстың үйлесімді болмауы, ашық таза ауада ойнамауы, бұл таза ауада серуендеу болмауы болып табылады. Күн сәулесін жасанды сәулеге алмастыру әсіресе қыста болады. Нашарлау, жарықтандыру немесе шамадан тыс жарық, қараңғы, дұрыс емес, қалыпты. Бұл жерде бұның барлығы ми тамырларын жалпы қысады, сондай-ақ көру қабілетінің бұзылуына алып келеді. Бұл жерде жалпы тағамдарға да байланысты болады, дәрумендер, минералдар болуына және де стресс, тұқым қуалаушылық әсер етеді. Келесі слайдта, 6-шы слайдта қарастырғандай, жалпы бұл отбасындағы есту бұзылыстары бар. Ерте жастағы балаларға көмек көрсетудің ерекшеліктері. Біз бұл жерде қалай көмектесе аламыз? Мектепке дейінгі кезеңмен бастауыш сыныпқа көшу кезеңінде балада көбінесе есте сақтау және есте сақтау процесінің келесі ерекшеліктері байқалады. Бұл жерде көрнекі бейнелі есте сақтау қабілеті басым болады. Механикалық жаттуға бейім, бірнеше рет қайталау арқылы байқалады. Ал ауызша түсіндірмелерге немесе дерексіз анықтамаларға қарағанда нақты бала ақпаратты есте сақтау оңай болып көрінеді балаларға. Ал балалар эмоционалды реакция тудыратын бұл жерде материалды ұзақ уақыт есте сақтайды, қызығушылықтарының артуына байланысты болады. Балалар өздерін қызықтыратын, яғни балаларды қызықтыратын қандай ақпарат болуы мүмкін? Ол ертегі, тағы басқа есте сақтауға өте көп үлесін тигізеді. Есте сақтау процесіне сезім мүшелері неғұрлым көп қатысса, соғұрлым бәрі жақсы есте сақтауға мүмкіндік береді. Есте сақтау анализаторлары бұлар құлақтың құрылысы мен акустикалық қасиеттеріне байланысты. Есту деп жалпы организмнің дыбысты қабылдау қабілетін айтады. Ол есту мүшелерінің күрделі қызметі арқылы жалпы іске асырылып отырады. Сондай-ақ жалпы сүтқоректілер адамдар үшін есту мүшесі сыртқы ортадағы және ішкі құлақтан тұрады. Бұл жерде сыртқы және ортаңғы құлақ есту талдағышының өткізгіші,
Бұл жерде ішкі құлақ қабылдаушы бейім, яғни бөлімі, есту талдағышы организмнің есті жаңағы функциясының пайда болуы дыбыспен байланысты болады. Дыбыс физикалық құбылыс ретінде серпімді орта бөлшектерінің жалпы қозғалыстар болып табылады. Ал енді есту гигиенасы бұл құлақ аурулары құлақтың сыртқы, ортаңғы және ішкі бөліктерінде кездесетін дерттер. Бұл жерде аурулардың түрлері. Әсіресе балаларда жиі кездесетін түрі бұл сыртқы есту жолында болады. Бөгде заттарды өздері жаңағы балалар құлақтарына салу барысында, немесе бұл кезде баланың жаңағы құлағының қышу шамадан тыс қатты қасыған жағдайда осындай жалпы түрлі жағдайларға орын алып келуі мүмкін. Әдетте жалпы дыбыс толқыны бұл дабыл жарғағын және есту сүйекшелерінен өтіп, бұл есту жүйелерін тітіркендіреді. Ауру кезінде бұл ортаңғы құлақтың ішкі құлақпен жалғасатын үзеңгі, төсше және балғаша сүйекшелері қозғалыштық жалпы қабілетімен айырылады, яғни ол қызметін тоқтатады бұл жерде. Соның нәтижесінде дыбыс есту жүйелеріне жетпейді, аурудың белгісі бірден байқалмайды бұл жерде. Адамның жалпы естуі бірте-бірте төмендей түседі, жас ерекшеліктеріне байланысты. Келесі слайдта қарастырғандай, жалпы отбасындағы есту бұзылыстары бар балалар, ерте жастағы балаларға көмек көрсетудің ерекшеліктері. Біз бұл жерде қандай көмектесуді көрсете аламыз? Жалпы есту бұзылыстар бар балаларды отбасылық тәрбиелеуде бұл қоғамдық тәрбиелеуден ерте пайда болады. Саңырау балалар жеке оқыту орталықтары, тәжірибе орталығы, жалпы орта ғасырлардан да бар бұл жерде. Ата-ананың жалпы саңырау балалардың құлағы естімейтін балалар тәрбиелеуде, оқытуда бұланың жалпы бала ақыл қабілетін дамыту және еститін балалар барлығы еститін балалармен салыстырмалы алғанда бұл жерде естімейтін баламен жаңағы арнайы жағдайларды ескеру қажет. Бұл жерде сәби үлкеннің бетін анық көру керек, оның зейінін, ернінің қимылдарын, жалпы ернін қимылдату арқылы, егер баланың есту аппараты болса, онымен 1 миллиметр, яғни қашықтықта сөйлеу керек. Онда бала жаңағы жалпы тілді есту көру негізінде қабылдайды. Кейде сөздің дыбысталуын нақтылау үшін, мысалы ойыншық атауын бірнеше рет қайталап, бала ерінді көрмейтіндей, естімейтіндей емес, бұл жерде жалпы балаға жақсы көрінетіндей қылып көрсету керек. Есту талдағышы бұл жерде организмнің өсті функциясынан пайда болады. Жалпы организмнің есті функциясынан пайда болады, дыбыспен байланысты, дыбыс физикалық құбылыс ретінде серпімді орта бөлшектерінің жалпы қозғалыстары болып табылады. Келесі слайдта қарастырғандай, жалпы анализатордың шеткі бөлімі, бұл жерде құлақ, ол сыртқы, ортаңғы және ішкі болып үшке бөлінеді. Анализаторлардың шеткі бөлімін қарастырсақ, бұл жерде құлақ, ол сыртқы ортадағы және ішке болып бөлінеді. Бұл анализатордың өзі. Сыртқы құлақты құлақ қалқаны, сыртқы есту жолы, түтігі құрайды, ал құлақ қалқаны арқылы ұсталған дыбыс толқындары сыртқы есту жолымен ұзындығы жалпы 21-27 мм диаметрді құраса, ал 6-8 мм бұл өтіп, яғни дабыл жарғағына жетіп отырады. Сондай-ақ сыртқы құлақтың ортаңғы құлақтан дабыл қуысынан бөліп тұратын бұл жалпы қаңла. Ал пішіні ішке қарай иілген воронка тәрізді болып келеді. Ол артқы және есту жолдары арқылы болып қалыптаса бастайды. Келесі жалпы слайдта бүгінгі дәрісті біз жалпы қорытындылайтын болсақ, сөйлеуді, есту және көру арқылы қабылдауды дамыту үшін ерте
ерекше маңызы бар бұл жерде. Тиімділігі көру қабілетіне қарағанда әлде қайда жоғары. Есту қабілетін дамыту, сөйлеуді бақылау мүмкіндіктер бар. Ата-аналарға есту қабілетін дұрыс протездеудің жалпы маңыздылығы ғана емес, сонымен қатар ақпараттарды қолдану ережелері түсіндіру қажет. Жеке жалпы ақпаратпен жұмыс істеу режимі және де аппараттармен дұрыс таңдау, аппаратты кию және де оған күтім жасау ережелері, сондай-ақ балалардың жалпы алғанда бұл жерде есту, көру анализаторлары мектеп жасындағы балалар үшін өте маңызды. Себебі бала өмірге келгеннен кейін толыққанды сыртқы ортаны, ішкі ортаны сезіп, білу, үйрену арқылы осы сезім мүшелерімен жалпы өзін жетілдіріп дамытып отырады. Бүгінгі дәрісті тыңдағандарыңызға көп рахмет. Және де төмендегі бақылау сұрақтары берілген. Сау болыңыздар.